көк беретті кигенбіз, алға десаншы ұландар, самға жарықтандар қаландар, рух беріп жебелерді қайрайтын, бізден басқа ешкім емес құран бар. Ол отанның қайтпас қайсар ері, олан байтақ өзен көзі жері, намыс туын желбіреткен десанттар ешқашанда ешкімге дес бермеді. Алға десаншы ұландар, самға жарықтандар қырандар, рух беріп жеңелерді қайрайтын, бізден басқа ешкім емес құран бар. Алы, Қайсар, аяғына жем түскен атқы сонбай тезірек бұш. Ой, зілдеймін оға. Белден бел қалмады. Қайсар, күн бұзылып кетпей тұрғанда мына консервілер тезірек кіргізу керек бұш. Дұрыс айтасың. Ой, қайдағы консерві? Бір сиырдың етін бірақ салған сияқты мына қали. Тұрысыңа жол болсын. Тезетші Қайсар. Ой, ана, сержант сағым қан түсіп болды. Әскери тапсырма. Тұрыңғар әскери тапсырмасын. Соны да сөз қып дейік. Бұның бәрі біз үшін ғой. Ой, білмейді қойсын бақалымжан. Еңбекті біз зейнет. Тағы не деуші еді әлгі? Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Ертең осы консервілерді сүйсініп тұрып жейтін боласың әлі. Ой, кетші сен де. Қане, тұрмасаңдар. Қимылдаңдар, тез. Неменеңе жетісіп тұрсың үй сен? Қызлар қат келді ғой, білмейсіңдер ме не? Ой, бәрекелді, міне жігіт. Суреті бар ма? Жоқ, қатын ғана бар, өтірік айтады. Бірақ оны өзі салған. Кәдімгі фотосурет сияқты. Ой, қалтасында тұр, қараш. Міне тұр ғой. Кән. Ғалымжан, сен таси берші. Қойшы. Тамаша. Әдем екен. Әбілхан Қастеевтің өзі ғой мына. Керемет. Міне, нағыз суретші. Шынымен де әдем екен, Әкеш. Түсінбедім, сарбаздар. Маны кім салды? Кім салды дейм? Мен старшина мырза. Старшина мырза, суретімді қайтып беріңіз өтінем. Не? Сені маған бұйрық берейін дедің бе? Старшина мырза, суретімді қайтып беріңізші. Серітпей жаттығуын жаса. Бол, тез! Тоғат. Капитан мырза. Не болып жатыр мына жерде? Қатардағы жауынгер Ахмет тәртіп бұзды. Мына суретті көрсетіп, жұмыс жасауға кедергі жасап жатыр. Олай бе. Қызық екен. Өзің салдың ба, Ахмет? Дәл солай, капитан мырза. Жарайсың. Дәл жалғастыра беріңдер. Ахмет менеджер кабинетке тез. Көп болады. Тез. Ал сендер не қарапсыңдар? Ол тез қимылда! Тез! Болдырш. Старшынан ұрып жүрме не? Сурет салуды қайдан үйреніп жүрсің, Ахмет? Көркем сурет мектебінде, капитан мырза. Жақсы салады екенсің суретті. Жарайсың. Көп рахмет сізге. Ал жұмысқа кедергі келтіргенің дұрыс болмады сен? Кінәлімін, капитан мырза. Әрине кінәлісің. Жақсылап тұрып бір жазаңды берсе ғой,
Не дейсің? Қалауыңыз білсін. Бірақ сен өз кінәңді басқа да жолдармен жуып шаюыңа болады. Сен тұрмысың? Қалай? Ана өз суретіңді ал. Суретті жақсы салады екенсің, Ахмет. Сол үшін саған өте бір әдемі тапсырыс. Менің суретімді сал. Капитан мырза, түк түсінсем бермесін. Ахмет, құтып отыршы. Былай ғой, сен капитан Шәріптің айтқанын жүретін болсаң, қор болмайсың. Бірақ бұл нәрсе екеуміздің арамызда қалсын, иә? Ешкім білмей-ақ қойсын. Көп болады. Жарайсың. Қайсар, Өлген есектің суретін неге салып жатсың? қайдағы өлген есек? Андағы. Бұл әскери тікұшақ. Сенің тікұшағыңды қай нем сатып қуатқан? Кетшір. Немелеге қадалып болдың маған? Аяқ астынан сурет салу идеясы қайдан келді дегенім ғой. Ой, ана Жомарттан бір жерім кем-бе-кем менің. Салам, жап-жақсы. Жомартқа Құдай дарынды берген. Ал саған... Талғат, адам көңіліне қарау деген білмейсің осы сөз. Енді шындық солай ғой енді. Талғат, тыныштық ба? Қайсарды ұлы суретші болу идеясынан арылтып жатырмын. Не әкең құны бар менде? Суретші демек Жомарт қайда? Жомарт шәріп алып кеткен жаңа. Әкесін танып жатқан шәрі. Құдай сақтаса сол Шәріптен сақтасын. Сондықтан да суретші боламын дегенді қой. Әйтпесе Шәріп сенің суретін салатыныңды біліп қойса, маза бермейді. Құрышар. Жомарт келе жатыр. Қалайсың? Амандық. Шәріп ештеңе демеді ме? Жоқ, ештеңе деп айтқан жоқ. Ой, оттапсың дейді ол. Білем ғой мен Шәріпті. Не бар, шынымен де Жомарт, не болды айтсаңшы енді? Ештеңе деп айтқан жоқтым, жігіттер. Қалай? Дәмді ме екен? Дәмді. Қолмағаннан ба жесеш? Қағалып қаласың ғой? Әзілінің түрін. Өнерін тасып баратсана, бек тұрғаның драма үйірмесіне қатыс, маған не алдыз? Құдай сақтасын. Өзің жазыл. Қатысасыңдар. Талғат, сен де келесің. Бағана старшинамен сөйлескем. Мерекеге орай тағы да спектакль қояды екенбіз. Спектакльге бүкіл сарбаздар қатыссын деді. Оған мен қатыспай қойыншы. Алихан жазылсын мен орныма. Сен неге қатыспайсың? Мен онсыз да қатысам. Мен де қатысам. Мен де қатысым бол ма? Әрине. Болды ғой. Міне, мыналарың ақылға қонымды. Жомарт, саған айтып жатыр. Не? Сен не? Қойылымға қатыспайсың ба не? Қандай қойылым? Мерекелік қойылым. Мүмкін қатысармын. Мүмкін қатыспаспын. Одан да басқа шаруаларым көп. Не болды саған? Түсінсем бұйырмасын.
Не болды Талғат? Жомартты айтам. Иә? Өткенде ана капитан Шарпке кіргелі бір адам құсап сөйлеуден қалды ғой. Чейма? Сол Шарп бір нәрсе деген бе, білмеймін. Ой, ол сабазыңның бар сыры ішінде партизан десе. Мен де соны айтып тұрмын ғой. Тұтындыршы. Енді оны қалай білуге болады? Жомарт өзі айтпаса, оны қинап айтқыза алмаймыз. Соғыс кезінде партизандарды қалай қинаған білесіңдер ма? О, Қайсар сендей. Партизан не қатысы бар бұл жерге? Әңгіме болсын деген. Сөйлей береді ғой, білесің ғой. Иә. Дайынсыңдар ма? Неге? Неге сенсіз? Қойылым алдында сахнаны ретке келтіруіміз керек қой. Онда келісім болған жоқ қой? Кім айтты саған? Қайсар, салғаспа. Қойылымға бәріміз қатысатын болғаннан кейін сахнаны ретке келтіруіміз керек. Жүр кеттік. Сәкен дуэтің. Ал сен не отсың? Мен ба? Иә. Мен қатыспаймын ғой. Досыңа көмектескім келмей ме не? Жүр. Жүр. Жарайды, барсақ барайық. Оу, ей, Жамбол. Тұр кеттік жүр. Сонымен Ахмет, салатын болдың ба, салмайтын болдың ба? Дәл солай. Салатын болдым. Жарайсың. Отырш. Рахмет, капитан мырза. Салғаның дұрыс болды. Ахмет, бірақ та сенің амалың бар ма? Салмай қайда барасың? Ма. Мына жерден керектің бәрін аласың. Жетпей алған клубтан аласың, ұқтың ба? Дәл солай. Кетуге рұқсат етіңіз. Кетсейші. Шай ішесің мүмкін. Рахмет, капитан мырза. Қой іш. Рахмет. Жарай төзің қазір. Расында бірақ сенде шай ішіп отыратын уақытта жоқ қой. Жомарт. Иә, капитан мырза. Айтам деп ұмытып бара жатырмын. Наполеонның портретіндей болсын, ұқтың ба? Дәл солай. Түсіндің бе деймін? Дәл солай. Осы сені артқа тартасында жүреді екенсің. Қойындарының құны мен үшін бестейін. Ақмақ болып жүрейін еріккендерін ер. Ту тағыт құш, әбдемей жеп біттін сен. Джоми! О, Жомартжан, жарайсың. Қойылымға қатысатын болдың ғой, иә? Жігіттер, бір өтініш болып тұрып, жұмыс жасап жатыр едім, кедергі келтірмеңдерші. Дейін сау ма сен? Ойнап тұрған жоқпын. Қолым бос емес. Жайшылық па сен Жомарт? Жайшылық. Қолым бос емес деймін, жігіттер ренжімеңдер. Жігіттер, түсінсеңдер. Шегініңдер айтқа. Жомартқа бөгет жасамаңдар. Тоқта тұршы. Саған не болған? Әзілдеп тұрған жоқпын дедім ғой саған. Жігіттер. Бәсе. Қане? О, капитан Шәріп. Наполеон қойғансың ба? Иә. Шәріптің бұйрығы ғой. Мына сурет сонда не істейді? Кабинетіне іліп қоймақшы ма? Жігіттер, Әйтпесе Шәріп болған. өтініш. Бұл жайлы ешкім білмеуі тиіс. 2-3 күннен кейін Шәріптің тойы болады. Сонда келген адамдарға көрсетпекші ғой. Туған күнде отыр ғой. Жақсы жігіттер. Ренжімесеңдер, мен жұмысымды жалғастырайын. Жарайды. Бірақ міндетті түрде менің қойылымыма қатысатын болсын. Міндетті түрде қатысамын. Келсіз қой. Келістік. Болды. Жомарт бар. Мен де кейін саласың ба?
Тапсырманы орындау үшін кітапханаға барып қажетті оқулықтарды аласыңдар да дайындаласыңдар. Сұрақтарың бар ма? Жоқ. Онда боссыңдар. Алихан, Ау, өтініш. Кітапханаға барып, бір кітап ала саласың ба маған? жарайды. Ал сен қайда барасың? Мен әлгі жұмысты білесің бе? Сурет. Иә? Соны әлі бітірген жоқпын. Жақсы аласың. Рахмет. Қатардағы Ахмет, Мен майор мырза. сен кідіре тұр. Құп болады. Біздің жомарттың жолы болғыш. Ылғи бір бастықтардың жұмысын істейттер жет. Өткенде капитан жасырын тапсырма беріп еді. Бүгін майор сабақтан кейін алып қалды. Міне өзі келе жатыр ол. Мә, жомарт. Рахмет, Алихан. Бірақ босқа өре болдым. Неге? Өзім де кітапханаға бара жатқам. Сен бүгін ана суретім салып бітіруім керек деп жатыр едің ғой. Айтуын айттым ғой. Не болды? Бағана майор мырза кітапханашыға көмектесіп бұйрық берді. Енді бүгінгі күнің сонымен өтетін болды ғой. Е. Енді суретті бітіре алмайтын сияқтымын. Енді майорға айтпайсың ба? Капитан тапсырма берді. Не? Ғалымжан, капитандікі жасырын тапсырма, оны біреуге айтуға болмайды. О жағын өлім, мөт кешірді. Жомарт, алаң болма сен. Бір нәрсесі болады. Алаңдап жатқандарыңа рахмет. Бірақ кетуім керек. Уайымдама. Не отырсыз? Кетті жүріңдер. Жүріңдер. Енді Шәріп Жомарттың қанын ішетін болды. Айтпа. Кітапханаға бармаса, майордан таяқ жейді. Сурет салмаса, Шәріптен таяқ жейді. Бұндайды дұшпаныңның да басына бермесін. Ал Жомарт біздің досымыз ғой, солай ма? Ендеше, біз оған көмектесуіміз керек. Кітапханаға барамыз бұл сонда? Қайсар, сен қызықсың. Екеміз деген нағыз шығармашылықтың адамдарымыз ғой. Шығармашылықпен айналысамыз. Шығармаш. Не істейміз ал? Суретін салып береміз. Жан болады, қойшы. Екеміз де саламаймыз ғой сурет. Қайсар, сен өзіңе жауап берші. Ал сенің алдыңда нағыз кәсіби сурет жатыр. Ой, бөспем ай, Сенбейсің ба? Біздің мектепте бүкіл қабырғада менің суреттерім ілулі тұр. Бірінші сыныпта салған. Ол кез бірінші сынып. Қазір қандай кез білесің ба? Басқа амал бар ма? Көмектесуіміз керек Жомартқа. Білесің ғой Шәріптің екеумізге не істеген. Солай болғанын қалайсың ба Жомарттың да? Қалай көмектесеміз ал? Бәрін ойластырып қойдым. Сен түрлі түсті бояу табасың. Ал мен қылауды кез келген түрлі түсті боялатын зат бола береді. Табаласың ба? Табам. Ендеше кеттік, Жомартқа көмектесейік. Түрлі түсті бояулар. Мен неғып отырсың, жүрсеңші. Жанболат. Таптың ба? Міне, Омарова ханымның түрлі түсті дәрілерінің бәрін алып кеттім. Жарайсың. Ал мен міне. Ондай қылғаламды не істейсің? Қайсар, суретті салатын сен ба, мен ба? Қылғалам көп болса, сурет те жылдамырақ бітеді. Қайдан білейін? Бастаймыз ба? Бастағанда былай болып тұр. Мен Жомарт сияқты суретті керемет сала алмаймын ғой. Кішкене сәл-сәл жай салам. Сондықтан маған бір жылқы мен Наполеон болса қатып кетіреді. Жылқы мен Наполеон. Қуасың ба? Ондай біздің бөлімде жоқ қой, жылқы мен Наполеонды қайдан табамыз? Капитан Шәріпті ертіп келейін ба? Не үшін? Капитан мырза, суретіңізді салайық деп едік.
шақырмаш. Капитан Шәріп келсе, қол аяғым дірілдеп, мына суретім кішкене онша емес шығып қалама деп қорқып тұрмын, сондықтан шақырмай ақ қойшы. Жарайды. Не істейміз ал енді? Бағана айтқан екен бар. Мынау тұнып тұрған ат қой. О, Наполеон. Жігіттер, тоқтаңдаршы. Сендер жомарт үшін бәріне дайынсыңдар ма? Жомарт үшін дайынбыз. Ендеше сен атсың. Иә? Сен жүр. Наполеон боласың. Наполеон. Алло. Алло. Сәлем. Қалайсың? Аха, жақсы. Сурет уақытылы дайын болады. Уайымдама. Еліміздегі мен деген суретшіге тапсырыс бердім. Аха. Жаным, әрине, кәсіби. Егер тойға келгендер осыдан таңдай қақпаса, мұрынымды кесіп берем. Жарайды, жаным, сұрағың көп. Аха. Жақсы. Аха, жарайды. Я. Болды. Аха. Наполеон. Ұқсады ма? Шәріпке ма? Наполеонға. Иә, ұқсады ғой. Қой. Наполеонның аты оңай дейсің сал. Қозғалма, қозғалма. Бастайық. Шыдаңдар, жігіттер, шыдаңдар. Міне, қазір қып біреміз. Жанболат, атыңның мойны ұзарып кеткен жоқ па? Қызықсың Қайсар. Бұл сенің ауылда жүрген қарапайым атың ғой дейсің ба? Ол текті, асыл тұқымды ақалтеке. Қайдан білейін? Көп сөйлемей. Мына аттың арт жағын бойы берші. Мен алдын бойым әйтсін көрмей қаламыз. Қол талып жігіттер. Шыда. Көк ат қылай берейін ба? Бұл ақалтекелер түрлі түсті болады. Бояй бер. Басқа түс бәрі жоқ қой бізде. Жанболат, сары, қара, қызыл түс болғанда қатып кетер еді. Емесіз? Күн салса қандай күшті болады? Қызықсың, Шәріптің туған күн түнде болады, түнде. Қайдан? Мақты, е? Жанболат. Не? Ананың құйрығы ұзын болып кеткен жоқ па? Қайсар, ақалтекенің құйрығы сондай болады. Ал ананың бас киімі ше? Не бас? Үлкен ба? Енді оны түзей алмаймыз. Осылай қалады. Жарайды. Орайық. Алды. Жомарт қуанып қалатын болды. Кеттік. Я, байқа.
Бағанадан бері бекер тұрғанымызда сонда? Біз ше? Жомарт, болдың ба? Болып қалдым. Өзіңде қарастырып жатсың. Пьеса іздеп жүрмін спектакльге. Пьеса, дұрыс. Айтпақшы, жігіттер Шәріптің портретін салып қойыпты. Салғаны қалай? Кәдімгідей? Кімдер? Сәкен мен Қайсар. Қайда кетті? Мақты, е? Қатырдық не болса да. Қайда? Міне. Жігіттердің мыналарың не? Сенің жұмысыңда бітіріп қойдық. Мыналардың не деймін сендерге? Рахмет айт. Ахмет! Қайда жүрсің? Дайын болды ма? Капитан мырза, түсіндіруге мұрсат беріңіз. Сен түсіндіріп отыратын уақытың жоқ менің. Қонақтарым күтіп қалды. Жарайсың. Уақытында бітірдің. Бірақ мынаны кішкене орап қойған дұрыс болмады, көріп алу керек еді алдымен. Жарайды, кеттім. Капитан мырза, мен. Капитан мырза. Сен? Сен, Ахмет. Сен дарындысың. Кереметсің. Сондықтан да сенем саған. Жарайды. Айттық қой саған бір жөнін табамыз деп. Сендерді ме? Рахмет айтады екен десе. Дегенмен қатырдық, е? Айтып отырмын ғой енді. Құрметті тойшыл қауым. Бүгінгі мына менің туған күніме өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге мыңда бір алғыс білдірем. Рахмет, жиналған бүгінгі достар, бауырлар, ағайындар, офицер мырзалар, және де Арал ханым, баршаңызға деген ылтипат, ықыласым ерекше. Рахмет. Сондықтан да сіздердің назарларыңызға мына еліміздегі белгілі, танымал, әйгілі, керемет талантты суретшінің туындысын ұсынғым келіп отыр. Бүгінгі туған күніме менің арнайы менің портретімді маған сый қылып ұсынған еді. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Беге келіп көмектесіп берсең. Сондықтан да мына туған күн болғандықтан әрине кішкене толқуын сезімім болады. Аша бер. Сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Өздеріңіз зер салып, қарап, бағаларыңызды берсеңіздер деген ниеттеміз. Тамашалап көрейік. Ал олай болса, қадірменді ағайындар, достар. Міне, қалжың ғой. Старшын алып кет. Негізі, осындай біздерде қалжыңдарда болып тұрады. Қазір портрет келеді. Өзіміздің әйгілі суретшіміздің алып отырыңыздар. Бүгін бригадада музыканы қоса салшы. Мұнда екенсің, бұл тұра. Күшік. Не бүлдіргенін білесің бе сен? Білесің бе не бүлдіргенін? Қаншама адамдардың алдында ұятқа қалдырдың мені.
кірге тесік таппадың ғой сенің салған суретіңді көріп, Сарбаз. Капитан мырза, мен Кімді ақымақ қыласың сен, а? Кімді ақымақ қыласың? Сен әлі көретініңді көресің, мені білдің бе? Білдің бе? Капитан. Ай, Ахмет. Мына сарбазға сонша неге шүйлігіп тұрсың? Тыныштық ба? Тыныштық, майор мырза. Жағасынан алатындай не болды соншама? Ештеңе, біз жай... Сен боссың, жүре бер. Құп болады. Адамның жағасынан алу, көргенсіздік. Әлде сен оны білмеуші ме едің? Білем, майор мырза, білем. Егер жауынгердің қандай да бір кінәсі бар болса, заң жүзінде белгіленген тәртіппен жазалау керек. Ұқтың ба? Дәл солай. Кетуге рұқсат етіңіз, майор мырза. Бара бер. Арыстан жүректі